Автордан: досым, маған сенім білдіріп, осы кітапты таңдағаныңа алғыс айтамын. Кітапты оқуға уақыт бөліп, кемелдіктің, кешірімді болудың, бейбітшіліктің биік дәрежесіне жетуге тырысқан талпынысыңа үлкен рахмет. Біз осылайша бір-бірімізбен байланыс түздік. Сенің күн санап абзал тұлғаға айналуға тырысқаның үшін үлкен алғыс білдіргім келеді. Өйткені сен біз өмір сүріп жатқан әлемімізді өзің үшін, және барша адамдар үшін ең абзал ортаға айналдыруға үлес қосудасың. Кешірімді болудың мәнін, берер пайдасын, нәтижесін түсініп, сол ұғыммен өмір сүрген күннен бастап өз өміріңе қарашы. Өмірің құдды ең шебер суретшінің суретін салуға әзірлеген үлкен ақ тақта секілді. Осыдан соң сен өмірің туралы көз жауын алатын ең керемет суреттерді сала аласың. Өмір тақтасын махаббат, кешірім, кеңшілік, бейбітшілік бояуларымен боя. Өзгелерге де өздерінің өмір тақталарын әрлеп, көркемдей түсулеріне қолдан келгенше көмектес. Өміріңді жек көрініш, ашу-ыза, қайғы-мұң, жанды жаралау сияқты жағымсыз әсерлермен зая кетіруден сақтан. Өмір бір ақырет берілетінін түсіне отырып, өміріңді махаббатпен, сүйіспеншілікпен өткізуге тырыс. Ал егер кешірім танытуға шаман келмей жатса, онда қолайсыздық туғызған жайларды барынша елемеуге тырыс. Түрлі нәрселердің, факторлардың өміріңнің көп бөлігін алуына жол берме. Жүрегіңде махаббаттың, жан сұлулығының, ақыл-ойдың, рухтың аясын кеңейте бер. Ал жағымсыз әсерлердің аясын жоғалғанға дейін барынша тарылта бер. Егер жақсы өмір сүремін деп шешсең, асылында өмір көрікті болады. Құдды ыдыстың аузына бітеліп қалған заттай өзіңді қапасқа қамама. Тар жерден кең жерге, талас-тартыстан бейбітшілікке шық. Бұл кітапты оқу барысында, бәлкім, нәпсің айтылған нұсқауларды орындамауға бұра тартуы мүмкін. Нәтижесінде сен кітапты құр оқумен шектеліп, өмірлік сұрақтардың маңызды шешімдерімен бетпе-бет келерсің. Алайда кешірімділік мұндай жолмен бұйырылмайды. Оң өзгерістер, әсіресе өмірдің жақсы жаққа қарай өзгеруі құр сөзбен ғана жүзеге аспайды. Шын мәнінде кітапта айтылған нұсқаулар орындалып, онда айтылған ізгі қасиеттер бойда шыңдалған кезде бұйырады. Мақсатыңа жеткен кезде, маған сол жетістігіңді хабарлауды ұмытпа. Өйткені мен оған қуанамын. Монолог: дүниеде осы уақытқа дейін келіп кеткен ең күшті сардар кім, білесіз бе? Өзімен өзі күресіп, ол соғыста жеңіске жеткен адамдар. Рас өтірігіне көз жеткізгін келе ме? Бәлкім, әлемдегі ең мықты сардар болғың келетінде шығар. Ол үшін бір ғана нәрсені жасауың керек. Бүгінгі дейін сенің жаныңды ауыртқан барлық адамды шын жүрегіңмен кешір. Қолыңнан жетектеп, мойнына көтерген, қолыңа қаламнан бастап балғаны ұстауға дейін үйреткен әкең бар ма? Онда әкеңді құрметте. Білесің бе, кей әкелер тәрбиені көзімен береді дейді, кей әкелер ұлым батырым деп жақсы көреді екен, кей әкелер қызым мейірімді даладан іздеп кетпесінші деп қызын аялайды екен. Әкесі барлардан естігенім ғой, шынымен солай шығар. Бала күнімде тентектер күш көрсеткенде, қарулы әкенің демеуіне мұқтаж болған едім. Мені осындай шарасыз халде тастап кеткенінен алып, оған деген ашумен, ызамен ренжіп өстім. Қазір, міне, оңым мен солымды таныған азаматпын. Мені жасқандырудың өзі оңай емес болғалы қашан. Табанды, өжет әрі білімді азаматпын. Әке, менің өмірге төселіп өсуіме қосқан үлесің орасан зор. Егер мені тастап кетпегеніңде бәлкім, ынжық болар ма едім. Қазіргі шыққан шыңыма шыға алмайтын едім ғой. Қолыма қаламды саған деген өкпемді төгу үшін емес, алғыс айту үшін алдым. Кеудемде бір жеңілдік бар. Жүрегімді тыңдасам, алғыстар лек екен. Әке, менің өмірімнен орын алмағаныңа рахмет. Сенің жоқтығың мені қайратты етті. Әкетай, сен маған жоқтығың арқылы адамдарды тануды үйреткеніңді білесің бе? Әкешім, сенің жоқтығың менің әкелік парызымды ер адамға сай өтеуге үйретуде. Сен менің өмірімде жолықпаған ұстазымсың. Жоқтығыңмен жігерлендірдің. Бұрын сені мүлде кешірмеймін деп ойлайтынмын. Хей! Қазір ойлап отырсам, бірінші болып алғысымды айтатын адам сен екенсің. Мейірімді, қамқорлықты, жауапкершілікті жоқтығыңмен үйреттің. Сені ертерек кешірмегенім үшін сөге көрме. Өйткені мен сенен сабағымды алып бітпеген едім. Ұлың азамат болды, әке. Саған алғыстан басқа жазар сөз таппай отыр. Кешірдім, әкетай, жолықпаған тәлімгер. Кешірдім. Бұл мәтіннің жолы болды. Өйткені ол сізге түрлі алпауыт ақпараттардың арасынан жетіп отыр.
Осы мәтінге назар салған екенсіз, демек санаңыз ұйқыға кетпеген деген сөз. Кітап саласын қолға алған себебіміз, айналамызда ешкімге білінбейтін бір сұмдық жағдай орын алуда. Жыл өткен сайын өзіміз меңгергіміз келетін әдеттер мен шынайы келбетіміздің арасы алшақтағаны соншалықты, тіпті құрдымға кетіп бара жатыр. Өмір ритмінің жылдамдағаны соншалықты кімдерді ренжітіп, кімдерге ренжіп қалғанымызды аңғармаудамыз. Тіпті ғайбат айту, алдау, орынсыз күмән, сатқындық, адамның ақысын жеу секілді дініміз тұрмақ адамгершілікке жат әдеттерге біле тұра бой алдырудамыз. Уақыт азайған сайын адамдығымыз ақсап жатыр. Адамдық батпаққа батып бара жатыр. Бұл қалыпты жағдай емес. Қалыпты жағдай дегеніміз адамдармен көркем мәміледе болу және жақсы көретін іспен айналысу арқылы адамзаттың дамуына үлес қосу. Қараңыз, біздің замандастарымыздың үлкен бір проблемасы бар. Ол, немен айналысарын білмей, өзімді жоғалтып алдым деп, әр нәрсенің басын шалып, соңына жеткізбей орта жолда қалдыру. Бізге коммунизм құрудың, соғысудың, тыңды игерудің, ғарышты ашудың керегі жоқ. Иә, бізге өмірде не нәрсеге қол жеткізуіміз керектігі айтылмаған, әрі біз оны қалай өткізсек те өзіміз білеміз. Атап айтқанда, кредитке телефон аламыз, рассрочкаға киім аламыз, телефоннан сағаттап ойын ойнамыз, бургер жейміз. Ойлап қараңызшы, адамзат тарихындағы ең озық технологиямыз бар. Қазір ұлы адам болудың нағыз заманы келді, әрі керемет нәтижелерге қол жеткізетін заман. Бұрын соңды болмаған мүмкіндік бұл. Алайда армандарымыздың қол жетімді болғаны соншалықты біз мас секілдіміз, жалқаулыққа ата-бабадан қалған мұрадай жабысып қалғанбыз. Ештеңе етпейді, оны да түзетуге болады. Қолыңызға біздің кітаптарымызды алған болсаңыз, сізге бәрібір болмағаны. Кітаптарымызды оқи келе өміріңізге өзіңіз қожайын болудың қарапайым қағидасын түсініп аласыз. Бұл оңай емес, бірақ мүмкін нәрсе. Тағы бір нәрсе. Мына бір қызық жағдайға назар аударыңызшы. Тып-тыныш өмір сүріп жүрген едік, аяқ астынан бәрімізге мотивация керек бола қалды. Көпшіліктен еститініміз, қолыма кітап беріп, дамуыма мотивация беріңіздерші. Денсаулығымды күтіп жүруіме мотивация беретін бір приложениені көрсетіңізші. Жалақымды көтеріп, бас алмай жұмыс істеуіме жағдай жасап қойса ғой. Осы сөздерден егер бізді таяқтамаса, өз бетімізше өспейтін, дамымайтын болған екенбіз деген ой түйеміз. Денсаулықты да күтпейміз. Жұмысты да қалай болса, солай істей саламыз. Ең қызығы бұл емес. Бәріміз мұқтаж бола қалған мотивацияны бір сөзбен-ақ айта салуға болады. Өмірге бір-ақ рет келесің. Бір секундқа кідіріңіз, барлық сырт көзбен сөзден үзіліс жасаңыз, сонда өмірдің ағып бара жатқанын естисіз. Аққанда да сарқырай жылдамдықпен ағып бара жатқанын көресіз. Жылдамдық деген қорқатын нәрсе емес. Мәселе өткен күннің қайта айналып келмеуінде. Қазіргі кезде адамның өзіне уақыт табуына кедергі келтіретін арбаушы фактор өте көп. 21 ғасырда көркем әдебиеттер мен фильмдермен қатар өмірдің қылмыскері интернет есімді жаңа атаумен толықты. Бұл үнсіз қылмыскер арбап отырып алдап, өлтіре салады. Ал біз, барлығымыз сарацениге жабысқан жәндіктер секілді жаймен жаһандық тордың шырмауына дөп түсіп шырмала береміз. Түгелдей апатияға түсіп кеткен адам болып жатқан жағдайға контроль жасай алмай қалады. Тіпті өз өмірін қалай сүруді ұмытады. Өз өміріне ықпал ете алмай тұрса да бірдеңе қалап тұрады. Уақыт өте келе өмірдің тұрмыстық жағдай дейтін құмсағаты басып қалғанда үмітте өшеді. Сонда әлгі байғұстың бәрі кері кетті ғой деп шағымданғаннан басқа қолынан түк келмейтін болады. Ал бостан-босқа өткізген күндерінің орнын ғапылдықпен өткізуі ғажап емес. Болды, бүкіл энергиясы осылай түгесілді. Енді қолдағы бар мен, шама жеткен жерге дейін өмір сүру ғана қалады. Мұны өмір деуге келе ме? Адамда тұрмыс тіршіліктің, құлы болу мен өзіне билік етудің шекарасы қай жерден басталады? Неге басқалар дәл сондай кезеңнен өтіп дегеніне жеткен? Құрылысшы болды, дәрігер болды, жазушы немесе ғалым болды. Осы сұрақтың жауабын біздің кітаптардан табасыздар. Біз беретін ақпараттар ойлануға итермелейтін ақпараттар жинағы ғана емес. Кітаптарымыздан өміріңізге билік етуге құрылған системаны да аласыз. Алайда сіздің тарапыңыздан белгілі бір күшті де талап ететінін бірден айта кетейік. Бірақ қорықпаңыз, шамаңыз жетпейтін нәрсені исламда жүктемеді, бізде міндеттемейміз. Талап етілетін нәрсе сізге де ұнауы тиіс.
Мыңдаған километрлік тереңдіктегі жер астында жүрген шахтер да өз жұмысынан ләззат алады ғой. Ғалым адам да еңбегі еш кетпей ғылымның бір парағын ашқанына қуанады. Қарапайым жігітті де зілтемір көтеріп шыныққанда қуаныш кернеп тұрады. Қазір аздап қиналса, уақыт өте келе өзін жақсы сезінетінін түсініп тұрады.